Дүкендегі әр заттың өз бағасы болады. Баға дегеніміз не? Баға заттың қанша тұратынын көрсетеді. Бұл жерде заттың бағалары көрсетілген. Мысалы, шырын 80 теңге, самса 60 теңге, шоколад 20 теңге, банан 70 теңге. Балалар, біз бананды сатып алдық. Онда сатып алынған тағам ақысын монеталармен төлейміз. Бананның бағасы 70 теңге тұратындықтан біз осы соманы әртүрлі монеталар арқылы бірнеше тәсілмен жинаймыз. Бірінші тәсіл: 20 қосу 20 қосу 20 қосу 10 тең 70 теңге болады. Яғни 3,20 теңгелік және 1,10 теңгелік 70 теңгені құрайды. Екінші: 10 теңгеліктің жетеуі 70 теңгені құрайды. Сонда 10-ды 7 рет қосқанда 70 теңге болады. Сұрақ: шырын қанша тұрады? Шырынды сатып алу үшін қандай монеталарды қолдану керек? 60 теңге тұратын самсаға қандай монеталарды пайдаланып сатып алуға болады? 20 теңгелік шоколадты сатып алу үшін қандай монеталарды қолдану керек? Міне балалар, белгілі бір соманы әртүрлі монеталар арқылы бірнеше тәсілмен жинауға болады. 13 теңгені жинаудың бірнеше тәсілі көрсетілген. Тапсырма: белгісіз монеталарды тап. Көрсетілген сома қай монеталардан шығатынын анықтаңдар. 15 теңгелік монета қай монеталардан шығатынын анықтаңдар. Шығарып көр тапсырмасы. Нұрболдың жинақ қобдишасында 2 теңгелік бірнеше монета бар. Суретке қарап, сұрақтарға жауап беріңдер. Қобдишада қанша ақша бар? Қобдишада қанша монета бар екені қобдишаның сыртында көрсетілген. Осы соманы тек 1 теңгелік монеталардан жинаса, оның неше монетасы болар еді? 5 теңгеден жинаса ше? 10 теңгеден жинаса ше? Менің орным қайда ойыны? Балалар, қолдарыңдағы монеталар өз орнын табу керек. Солдан оңға қарай өсу ретімен монеталарды орналастырыңдар. Міне балалар, кіші монетаның құны төмен, ал үлкен монетаның құны жоғары болады. Ойлан: Жандос альбом сатып алмақшы болды. Дүкенде бір альбом 90 теңге, ал екіншісі 80 теңге тұрады. Альбомдардың қайсысы арзан? Қанша арзан?